Менің осы бейнетаспам бүгінгі күннің ақжаулықты жас аналарының құлағына алтын сырға ретінде жазылып отыр. Ер адамның киімінің киесі барын біріңіз білсеңіздер, біріңіз білмейсіздер. Бұрынғы парасатты аналарымыз ер кісінің киімінің үстінен аттап, аяқпен баспақ түгілі еркектің киімін бөлек жуған. Оған деген құрметтің жоғарылығы сонша. Ал біздің қазіргі кейбір келінсымақтар іш киім дамбалмен қосып жуып жүр ер кісінің киімін. Сосын ер азаматтың басынан қалай бақтаймасын? Ер адамның киімі тіпті жерде жатпасын. Осыған мысал 18 ғасырда Қазақстанның батыс өңірінде Есенгелді атты кісі тұрмыс кешеді. Ол жеті атасынан бері бай, мал жаны мыңғырған адам болса керек. Нағыз шынжыр балақ, шұбар төс дәулетті адам екен. Болыс болып елде билейді. Оның тоқалынан Бекей есімді ұлы болды. Бекей орысша сауаты өте жоғары, көзі ашық жігіт екен. Байдың бәйбішеден туған ұлдары Бекейдің ел ішіндегі абыройын көре алмай, әкесін ұлын айдап салады. Оған балаңыз атадан қалған дәулетті бейбер шашып жүр, ел жұртқа абыройсыз қылып бітті деп жамандай. Оларға иланып қалған Есенгелді, олай болса маған қандай ақыл бересіңдер деп сұрайды. Ойбай әке, ондай баланың барынан жоғы, тез құтылғаныңыз жөн деп азғырады мысық тіле ұлдары. Зұлымдардың тіліне ерген бай Бекейді мерт қылады. Бұл оқиға кейін барлық жерге әшкере болады. Байдың келіні өте есті жан болса керек. Әкесінің өз ұлының түбіне жеткендігін дәлелдеп, қазы билердің алдына жүгінеді. Бай баласын өлтіргенін мойындап өкінеді. Даудың соңы құмға келіп тірелгенде өжет әйел: еріме құт болмаған дәулет маған бақыт бермейді. Бір ғана тілегім бар. Қайнатамның жеті атасынан бері келе жатқан құндыз жағалы тоны төрде ілініп тұр. Соны бір аттап өтем, басқа талабым жоқ дейді. Келіннің талабын сөзсіз орындайды, шарасыз сөзсіз орындайды. Сол екен, көп ұзамай Есенгелді бір жұтта 4 түлік малынан тегіс айырылып, таяқ ұстап қалады. Киелі киім аяққа тапталғандықтан байдың бағы тайып. Ақыры Есенгелді жоқшылықта қайы сұрап жүріп өліпті десе. Бұл оқиғаға қатысты орыс жазушы Владимир Даль Бекей мен Мәулен атты хикаят жазған. Осы жағдай киімнің де құты болатындығын, оны басқанда киесі кетіп шаңырақтан бақтың ұшатындығын көрсетеді. Жазушы Мұхтар Мағауиннің Алтыбақаннан соң атты әңгімесінде де ер адамның киімін әйел адамның астына басып отырмайтындығы туралы сюжет келтірілген. Шығарма авторы бұл жерде әйел адам ер кісінің киімін астына басатын болса, оның басынан бағыт аят деген ойды әсерлі де нанымды жеткізген. Ер адамның киесінен сақтаныңдар.